Баршаңызға сәлем. Сіздермен қатпарлы самсаның қамырын дайындайтын ерекше құпиямен бөліскім келеді. Бұл қамырды сіз 2 апта бойы сақтай аласыз. Егер сізге бұл қызықты болса, видеоны соңына дейін қараңыз. Рецепт өте қарапайым. 150 мл суға 1 ас қасық тұз салып араластырамыз. 300 грамм ұнға 1 жұмыртқаны шағып, үстіне суды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Илеп алған қамырымызды бірден жаймаймыз, 30 минуттай тұндырып қоямыз. Ал оған дейін сары майды орташа отта ертіп аламыз. Мен әдейі осындай жұқа темір ыдысты пайдаланамын және майды осылай бөліктерге бөліп қоямын. Сол кезде май тезірек әрі бір келкі еритін болады. Әйтпесе сіз бүтіндей қойсаңыз, майдың бір бөлігі еріп, бір бөлігі ерімей, еріген бөлігі күйіп кетуі мүмкін. Түгелдей еріген соң, бөлме температурасына түскенге дейін суытамыз. Ал енді қамырды бөліктерге бөлмей, түгелдей жаямыз. Өте үлкен жайма болуы мүмкін. Бастысы бұл самсамыз қатпарлы болып шығады деген сөз. Сіздің қамырыңыз неғұрлым, яғни жаймаңыз неғұрлым үлкен болады, соғұрлым қатпарлы самса шығады. Жайып алған соң еріген сары майды құйып, жайып шығамыз. Барлық жеріне бірдей тиюі қажет. Ал енді бір шетінен бастап, рулетті тура рулет ораған сияқты орап шығамыз. Дәл осы қалпында салафанға салып, 2 апта бойы мұздатқышта сақтай аламыз. Мен осылай алдын ала жасап қоямын да, үйге қонақ келерде самсаның салмасын ғана жасап, самса пісіре қоямын. Бар болғаны қамырды 2-3 сағат бұрын мұздатқыштан шығарып қойсаңыз болғаны. Ал егер сақтамай дәл қазір пісіргіңіз келсе, тоңазытқышта 1 сағат тындырып, содан кейін барып самсаны пісіре берсеңіз болады. Бір ескеретін жайт, мұздатқыш пен тоңазытқышты шатастырып алмаңыз. Әрі қарай самсаның толық пісірілу рецептісін білгіңіз келсе, каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий бөліміне жалғассын деген сөзді қалдырыңыз, мен міндетті түрде рецепт салатын боламын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған сымбатты асхана.